Армысыңдар қалайық? Мынау 2025-тің ақпанның 28 күні ай туылды негізі. Сол 28-інде біз ораза ұстап ауыз бекітуіміз керек еді. Енді бір күн мынау мәсхаптың несі сәл жаңылысты. Бір күн, бірақ бұл ештеңе емес. Онан да сорақысы мынау Тоқберген Байтасов өткенде көргенімде бірінде видео түсірген, бірінде ай шығып тұрғанда. Сонда мойындамаған ол кісі. Видеосында тыңдадым. Сонда тұрып айтып жатыр ол кісі, жаңағы бұл әлі өл арасы бар, сонан кейін 2 күннен кейін ораза ұстауымыз керек деді. Сонда оның айтуы бойынша 2-сі емес 3 күні ма ұстау керек болып тұрды оразаны. Мынау халықты нағыз адастырушылық. Мынау Алла тағала сендерге белгі үшін күндеріңді тізбектеу үшін осы мынау айды қойды ғой бізге. Осы айменен біз күнімізді есептеу үшін қойылды. Сол себептен мынау күнтізбе кәдімгі өзіміздің мынау календар бойынша күнтізбемізді ол бізге есептелгенмен ол Алланың алдында керек емес нәрсе бұл. Алланың алдында мынау айменен күнтізбені түзсеңдер, сонда ғана дұрыс болады. Енді ол аздық еткендей мынау бүгінгі күні мынау парақшасын жаңа көріп отырмын. 30 күні ай шықты, жаңа ай шықты. Енді бұл айттың ораза біткеннен кейін айттың белгісі бұл Алладан келіп жатқанда. Соны көріп тұрып мойындамай, мына жазып қойған оқыңыздар. Не деген сұмдық. Бұл жерде ұят нәрсе, мынау Құранның аятына бір қарсы шықты, екіншіден мынау көріп тұрған айды тағы мойындамай тұр, үшіншіден Алланың өзіне белгісіне қарсы шығып тұрған бұл кісіге адамдарды адастыруға жол бермеу керек.